келген кезде де ұзақ уақытқа дейін қарсылық көрсеттім, мойындамадым. Біз барлығы бәрібір халифат құрамыз деген ой пікірлер болды менде. Жаттың арғымағын жетелеген жаттың тұтқыны болар дейді. Сирияда селтеңдеп жүріп тапқаным осы болды. Мен басқан отты баспаңдар дейді. Жақсы отбасында дүниеге келдім. Әкем малдәрігер, анам есепші, үлкен әпкем дәрігер, екінші әпкем мұғалім, ағам заңгер. 17-ден асқан кезім. Ақырындап жаңағы таныстарым, достарымның барлығы халықта жаңағы бахабис деген атпен таралған адамдар бола бастады. Мынау такфириттердің ағымы болды. Ағамның артына тұрып намаз оқығанда ұйымайтынды шығардым. Барлық хадисті, барлық аяттарды тікелей қабылдайтын болды. Киімдеріміз қара түсті болып өзгере бастады. Жаңағы орамалдарымыздың былай түсіріңкі таға бастадық. Өзімізді бүркей бастадық. Радикалдардың мынандай нәрсесі бар да. Сенімге кіреді. Сирияда халифат, ислам мемлекеті, ол жерде барлығы шариғат бермейді. Сонымен мынандай видеоны қарап көр, мынандай видеоны қарап көр деп қандай шейх сондай үкім шығарады, сондай жаңағы пәтуа береді, соған қарай тартады. Ұстазымызда, шейхімізда интернет болды. Өзіміз сияқты сол сауатсыз дүбара псевдо-шейхтар деп айтайын. Псевдо-шейхтар, солар бағыт-бағдар беріп отырып, солардың артынан ілігіп кетті. Ең бірінші радикалға бет бұруының белгісі, ол бірінші орында киімі өзгереді. Екіншіден адамның сана сезімі өзгереді, мінезі дөрекіленеді. Осы қоғамдағы зайырлы адамдармен қарым-қатынасын азайтады, заңды мойындамайды, салт дәстүрді көбінесе жоққа шығарып, теріске шығарады. Іздеген шындығымды таптым. Алла сұрып іздедім, шындықты жан-жақтан таптым. Тек бағасы қымбаттау екен. Ақымақтығына отбасы менімен бірге жазасын өтеп жатыр. Қаракөз қазақтың қыздарына да, жастарына да айтатыным. Бұл біз отыратын жер емес. Елді алға жетелеп, сәкен сенген қазақтар, сәскен сенген жастар. Тұманбай Молдағалиев атамыз айтқан, қазақпыз. Мың өліп, мың тірілген. Сол себепті ешкімдай жаттың етегіне жабыспай, еліміздің абыройын көтеріп жүру керекпіз. Мен жастарға айтарым сол. Басқан шоғымнан табанымның емес, жанымның күйгенін айттым.